Сәлем достар! Каспий теңізінің жұмбақтарына өтпес бұрын, оның географиясы туралы аздап айта кетсек. Каспий теңізі әлемдегі ең үлкен ішкі көл болып табылады. Оның ұзындығы 1200 км, ені 320 км. Жер бетінің ауданы 371 мың шаршы шақырым. Судың тұздылығы мұхиттың тұздылығының 1/3 бөлігін құрайды. Каспий теңізі шартты түрде 3 географиялық аймаққа бөлінеді: солтүстік, орта және оңтүстік. Осындағы тылсым болып саналатын құпиялардың бірі Ронан-Шах болып саналады. 2005 жылдың наурыз айында балық аулау кезінде Баку балық аулаушы травлері кемеге параллель ұзақ уақыт жүзіп келе жатқан тіршілік иесін байқады. Травлердің капитаны Джафар Гасанов алдымен оны үлкен балық деп ойлаған. Кейінірек осы тіршіліктің жүзгіш қанаттарының жоқ және басында қары немесе жасыл шаштың барын байқады. Оны таңғалдырғаны мембраналы бар қолдары болды. Үйге барған соң Джафар осы оқиғаны достарына айтып күліп алды. Бірақ кейінірек теңізде кездескен ирандық балықшылар бұл тіршілік иесін бірнеше рет көргендігін растады. Бұл тіршілік иесін байқаудың жиі кездесетін жағдайлары қайраңдағы бұрғылау мен су астындағы жанартаулық белсенділікпен байланысты деген болжамдар бар. Бұл амфибиялық гуманоид Каспий теңізінің жалғыз құпиясы емес. Интрига жасаған болсам, жайсып отырып алыңыздар. Әлі алда біраз ақпарат бар. Куәгерлер алып балық сияқты нәрседен байқағанын айтады. Джафардың отбасы Каспий теңізінің бірнеше құпиясында айырылысқан. Мәселен, 1998 жылы браконьер Самаят Джафаров гарпунды балық аулау кезінде оны және оның досын қорқытқан тіршілік иесімен таңғаларлық кездесу туралы айтты. Олар Форт-Шевченко ауданындағы суға сүңгіп жүрген болатын. Олар үлкен бекіре тұқымдас балықтарды байқап, оған жақындай бастады. Сол кезде тереңнен үлкен жылғымдықпен акула ұқсас алып жануар пайда болды. Самаят оған гарпунын мылтығын атып бетіне тигізіпті. Жануардың қорқынышты тістері оның аяғын ұстап қалады. Жолдасы оны қайыққа шығарды. Досы аяғы қансырап жатқан оны ауруханаға жеткізді. Онда оның аяғы кесілді. Ол әлі күнге дейін бұл Каспийде акула ұқсас құбыжық бар екеніне сенімді. Осы алып балық иянның мегалодоны туралы менің арнамдағы видеодан толығырақ біле аласыз. Каспий теңізінің қандай құпиялары бар екендігі жайлы аз белгілі. Бұл аймақ із-түзсіз жоғалып кеткен көптеген өркениеттердің бесігі болды. Солтүстікте ағыс жағалауының суларында Хазар қағанатының астанасы Итихл қаласы осында орналасқан деген болжамдар да бар. Бұған дәлел Каспий түбінен табылып жатқан әртүрлі тастар. Құпиялар немесе жұмбақтар жайлы видеолар буындарсыз, яғни белгісіз ұшатын нысандарсыз болмайды. Мұнда да буындардың пайда болуы бірнеше рет байқалды. 1991 жылы 28 тамызда 17:00-де куәгерлер теңіз бетінен кенеттен пайда болған ұзындығы шамамен 600 метр және диаметрі 100 метрден асатын үлкен нысанды байқады. Маңғышлақтағы әуе шабуылына қарсы қорғаныс радарлары оны 6000 метр биіктікте сағатына 1500 км жылдамдықпен ұшып бара жатқанда тіркеді. МиГ-29 жойғыш ұшақтарының әуе шабуылына қарсы ұшқыштары нысанаға тосқауыл қоюға ұшып кетті. Кейінірек бұл нысан біртүрлі жасыл белгілері бар сұр түсті екендігі белгілі болды. Радио байланыс ешқандай нәтиже бермегендіктен ескерту ретінде бірнеше жарылғыш снарядтар атылды. Алайда осыдан кейін бірден барлық қару-жарақтар істен шығып, жойғыш ұшақтар аэродромға бет алды. Бұған ұшып кеткен соң аймақта барлық аспараттар жұмыс жасалды. Оқиға мұнымен аяқталған жоқ. Бір айдан кейін қыркүйек айының соңында Қырғызстандағы Тянь-Шань тауларында Қытай шекарасындағы Шайтан мазар жотасының қолжетімді емес аймағында жаппай нысаны қирауы туралы жергілікті тұрғындар арасында қауесет тарады. Альпинистер мен уфологтар белгісіз нысан құлаған жерге жету әрекеті ауа райының қолайсыздығына және тікұшақтың апатқа ұшырауына байланысты сәтсіз аяқталды. Кейінірек ауа райы қолайлы болғанда зерттеушілер тікұшақпен жолға шықты. Зерттеушілер тобы бірнеше шақырым қуылғаннан кейін олар объектінің сынықтарына қарай бет алды. Құлаған жерге жақындаған кезде экспедиция мүшелері біртүрлі алаңдаушылық пен қорқыныш сезіне бастады. Бас айналуы да бірнеше ғаламда пайда болды. Екі адам одан әрі қарай жүре алмады. Шамамен 600 метр қашықтықта олардың барлық сағаттары, камералар мен басқа да электр құрылғылары жұмыс істеуден бас тартты. Әрі қарай терінің ашық жерлерінде радиацияға ұқсас күйіктердің іздері пайда бола бастады. Бұл олардың кері қайтуына мәжбүр етті. Және осы орындарға тікұшақпен жетуде жабдықтардың істен шығуынан сәтсіз болды. Базаға оралғаннан кейін келесі күні құлаған жерден үлгілер алып кетуге тағы бір әрекет жасалды. Тікұшақ апатқа ұшырады және бәрі қайтыс болды. Сонымен сол жұмбақ нысан әлі де сонда қармен жабылып жатыр. Бұл Каспий теңізінің дәлелдер келтірілген, сенуге болатын тылсым жұмбақтары болды. Видеоны лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпа.